Бисмилля. Мына қазіргі менің жолдауым шынымен де құзырлы органдарға, мекемелерге арналады. Мына Әсел Тауханова деген ханымның жасап атқан TikTok каналын өшіріп, сонымен қоса бұл кісіні құқықтық жауапкершілікке тартуын сұраймын. Бұл үлкен дау-дамайға туындап кетпей тұрғанда, өйткені бұл кісі қазір Қазақстандағы бір қалыпты жағдайдың бұзылуына жол ашып атқан кісі, діни алауыздық жасап жатыр. Оның себебі қазір тікелей эфирда отырып, бүкіл TikTok көрермендердің алдында, және ол қазір тарап кетті. Әсел Таухан Алла деген қазақтың бұрынғы төте жазуында жазылған Алла деген сөзді тышқанның ізі деп бүкіл мұсылмандардың ар намысын таптады. Мұсылмандарды өтіп тықпаштама нағыз мұсылмандарға. Сен нағыз мұсылмансың. Сен намаз оқисың, дұрыс па? Сен аватаркаңа анау тышқанның ізін жазып қойғансың. Аллах деп жазып қойғам, Аллах деп жазып қойғам. Бұл өзін мұсылман деп есептейтін, өзінің құдайы және қазақтың мұсылмандық пен тарихын біз біле отыра сондай сөзге баруы, бұл тек қана мұсылманның емес, сонымен қоса әрбір қазақтың ар намысына тиетін сөз айтты деп айта аламын. Онымен қоса бұл Алла деген сөз Абай атамыздың өлеңдерінде тура осы төте жазуда келіп, Шәкәрім атамыздың, Ахмет Байтұрсынов атамыздың, Міржақып Дулат, Әлихан Бөкейханов, Бейімбет Майлин, барлығының тура осы төте жазуда, тура осы кейіпте жазылған еңбектерінде келтірген сөздердің бәрін тышқанның ізі деп балағаттағымен, болмаса ар намысын таптағанмен тең. Сонымен қоса бұл жазудың қазақ тарихында өзінің ерекше алған орны қазіргі мына табылып атқан бұрынғы хандарымыздың ат абзелдерінде және тура осы жазумен жазылған жеті жарғыдағы Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолындағы барлық тура осы кейіпте жазылған бұл Алла деген жазуды тышқанның ізі деп айыптап тұр. Мен біріншіден бұл кісіден талап етемін, елдің көзінше, бүкіл мұсылмандардың көзінше кешірім сұрауын. Егер кешірім сұралмайтын болса, белгілі құзырлы органдарға біз заявление жазудан қалмаймыз. Және заңды түрде өзіміздің хақларымызды қолдау сұраймын. Бұл ескерту. Егер ресми түрде кешірім сұрамайсаңыз, онда бұл ар намысын, бүкіл мұсылмандардың ар намысын таптаған болып есептелінеді.